Салама қымбатты көрермен, эфирде Ақшам телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Сіздермен бірге мен Назерке Сапарбек, алдымен аңдатпа. Төтенше жағдай режимі алынғаннан кейін еркінсініп кетті. Қазақстан Республикасының президенті осылай деп індеттің жаппай таралуына алаңдаушылық білдірді. Полиция қызметкерлері кәсіби мерекелері қарсаңында марапат төрінен көрінді. Ұлытау ауданында 2 күнге созылған ұлттық бірыңғай тестілеу өз мәресіне жетті. COVID-19 әлі де болса үлкен қатер төндіріп тұр. Ал біз төтенше жағдай режимі алынғаннан кейін еркінсіп кеттік. Біз біргеміз онлайн форумында Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев осылай деп індеттің жаппай таралуына алаңдаушылық білдірді. Төтенше жағдай режимі аяқталған соң халқымыз босаңсып кетті. Аурудың барына сенбейтіндер саны артты. Кейбір азаматтар мен мемлекеттік қызметшілер қауіпті кезең артта қалды. Өтіп кетті деп ойлайды. Тәуекелді дұрыс бағаламау орын алып, медициналық ережелер мен ұйғарымдарды сақтауды қойдық. Жекелеген азаматтар мұндай ауру жоқ деген өсек аяңға сене бастады. COVID-19 әлі айтарлықтай қауіпті. Сондықтан үкімет карантиндік шараларын күшейтті. Дегенмен Қазақстан президенті көңіл күйді түсіріп, күйзеліске бой алдырудың еш қажеті жоқ екендігін, толыққанды өмір сүруді жалғастыра беруіміз керектігін баса айтты. Президент аталмыш форум барысында қауіпті кеселден көз жұмғандардың отбасыларына көңіл айтты. Елімізде коронавирустан қайтыс болғандардың саны 120-дан асқан. Аурухана керуеттері қос өкпенің қабынуына шалдыққандардан босамай жатқанын айтып, бұл ушыққан жағдайды шешуге және медицина қызметкерлерінің қорғаныс құралдарымен толық қамтуға уәде етті. Сондай-ақ ел астанасында коронавируспен күресуге атсалысқандардың құрметіне ескерткіш орнатылмақ. Кеше қалалық әкімдіктің үлкен залында Қазақстан полициясы күніне арналған салтанатты жиын өтті. Онда ел үшін ерен еңбек үлгісін көрсетіп жүрген бірқатар полиция қызметкерлері марапат төрінен көрінді. Толығырақ тілші Диана Абдықалықова тарқатады. 23 маусым Қазақстан полициясы күні. Бұл күн осы жауапкершілігі мол қызметте аянбай еңбек етіп жүргендерге, осы саланың ардагерлері мен зейнеткерлеріне ризашылығымызды білдіріп, алғыс айту күні. Сонымен қатар бұл күн бейбіт өмірде қазақстандықтардың тыныштығы мен қауіпсіздігі үшін өз өмірлерін қатерге тіккен азаматтарымызды еске алу және оларға құрмет көрсету күні болып табылады. Қатаң тәртіппен мезгілсіз жұмысты қатар алып жүрген азаматтардың төл мерекелері қарсаңында қалалық әкімдік қабырғасында салтанатты жиын ұйымдастырылды. Онда осы мәртебелі мамандықтың иелері, құқық қорғау саласының қызметкерлері жиналды. Дәстүрге сай шара мемлекеттік әнұранмен басталды. Жиын барысында қала әкімінің орынбасары Дәуір Жүнісбеков сақшыларды кәсіби мерекелерімен құттықтап, олардың пандемия кезеңінде атқарған жұмысына ерекше назар аударды. Бүгінгі мерекені атап өту ішкі істер органы қызметкерлерінің ел өміріндегі аса маңызды рөлінің айшақты дәлелі болып отыр. Өздеріңіз білетіндей, әлемді әбігерге салған пандемия уақытында ел тыныштығын сақтау үшін алдыңғы қатарда болдыңыздар. Бүгінгі күнде де түн ұйықтамай, күндіз отырмай, отан алдындағы абыройлы қызметтеріңізді адал атқарып келесіздер. Ерекше ықыласымды өз қызметіне адал болып, қоғамның сеніміне ие болған қызметкерлерге білдіремін. Сіздер қоғамдық тәртіпті сақтауда, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауда өз борыштарыңызды абыроймен атқарып үлгі болып келесіздер. Салтанатты жиын марапаттау рәсімімен жалғасты. Қаланың қоғамдық саяси өміріне белсене ат салысып, ерекше көзге түскен қызметкерлер Сәтпаев қаласының құрмет грамотасымен марапатталды. Сондай-ақ қала әкімінің сыйақысына ұсынылған бірқатар тәртіп сақшылары кәсібіне адал, халық қорғаны, династия, үздік әулет секілді номинацияларға ие болды. Номинация жеңімпаздарына арнайы диплом, естелік сыйлық және қала басшысының сыйақысы табысталды. Поздравляем! Бүгін 23 маусым Қазақстан Республикасының полиция қызметкерлер күні. Осы мерекемен Қазақстан Республикасының ішкі істер бөлімінің
қызметкерлерін, өзімнің әріптестерімді шын жүректен құттықтаймын. Жұмыстарында табыс тілеймін. Осындай біздің еңбегімізді бағалап жатқан Сәтпаев қаласы әкімшілігіне мыңда бір алғысымызды білдіреміз. Және де осы біздің полиция қызметкерлерімен тұспа-тұс келіп жатқан мерекесі мемлекеттік қызметкерлер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, қажымас қайрат, талмас қанат тілейміз. Сонымен қатар іс-шара барысында Сәтпаев қаласы полиция бөлімінің бастығы Жандос Қарабеков әріптестерін кәсіби мерекелерімен құттықтап, қала әкімінің орынбасары Дәуір Жүнісбековке қалалық полиция бөлімінің алғыс хатын табыс етті. Диана Абдықалықова, Әлия Білғазы, арнайы ақшам жаңалықтары үшін. Ұлытау ауданында 22-23 маусымға бекітілген ұлттық бірыңғай тестілеу өз мәресіне жетті. Түлектер 11 жыл бойы білімдерін 4 сағаттың ішінде дәлелдеуге барынша тырысты. 2 күнге созылған ұбт-ның өту барысы қалай болды? Қатаң ережелер сақталды ма? Және нәтижесі қандай? Бұл сұрақтардың жауабын әріптесім Еркеназ Шоқан анықтап қайтты. Жалпы білім беретін нөмірі 1-ші Ұлытау орта мектебінде 2 күнге созылған ұлттық бірыңғай тестілеудің бүгін соңғы күні. 22 маусымда Ұлытау ауданына қарасты елді мекендердің түлектері ұбт тапсырса, 23 маусымда жергілікті түлектер өз аудиторияларына жайғасты. Көріп тұрғандарыңызда мектептің айналасы мынадай арнайы қоршаулармен қоршалған, яғни бөтен адамдардың және ата-аналардың кіріп шығуына рұқсат жоқ. Биылғы ұбт бұрынғыдан өзгерек. Бұл жылы түлектердің ата-аналары балаларын ұялы телефон арқылы онлайн бақылауда ұстауларына мүмкіндік болды. Сағат таңғы 6-ны көрсеткенде тестілеу өтетін мектептің айналасына жедел жәрдем мен өрт сөндіру қызметкерлерінің көлігі келіп тоқтады. Сондай-ақ жергілікті полиция өкілдері де мекеменің жан-жағындағы қауіпсіздікті қатаң бақылау мақсатында өз орындарынан табылды. Ал түлектердің жанарынан қуаныштан бұрын қобалжу көбірек байқалады. Көп ұзамай таңғы сағат 8-ден бастап бітірушілерді аудиторияларына жайғастыру жұмыстары басталып та кетті. Кіреберісте арнайы мамандар олардың бетперделерін ауыстырып, қорғаныс қолғап киюлерін талап етсе, комиссия мүшелері қосымша заттардың жоқтығына көз жеткізді. Дәл қазіргі уақытта сырттағы барлық түлектер өздерінің аудиторияларына толықтай жайғасып үлгерді. Сағат тілі әлі 9:00-ді соққан жоқ, сондықтан дәл қазіргі уақытта олардың барлығын жайғастыру және де ұбт-ның ережелерімен таныстыру, қалай толтыру керектігі жайында түсіндірме ақпараттар берілуде. Ал мына кабинетте комиссия мүшелері түлектердің барлық іс-қимылдарын 4 сағат бойы өздерінің назарында жіті қадағалауда ұстайды. Араға 4 сағат уақыт салып, түлектердің алғашқылары өз аудиторияларын босата бастады. Жедел жәрдем қызметкерлерінің жұмыстарына жүгініп, ауыр жағдайға тап болғандары кездескен жоқ. Сондай-ақ өрт сөндіру қызметкерлерінің жұмыстарына да қажеттілік туындай қоймады. Қазіргі уақытта енді толығымен аяқталып, сканерлеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сканер жұмысы жабық жағдайда өтеді. Және НТ-ның өту, мынау бірыңғай ұлттық тесттің өту мақсатын қарайтын болсаңыздар, өте қатты қадағалауда. Биыл аудан бойынша 90 түлек алтын ұясымен қоштасса, оның 81-і ғана ұбт тапсыруға жолдама алған. Оның біреуі мемлекеттік университеттердің бірінен ішкі грант иемденгеніне байланысты ұбт тапсырудан бас тартқан. Ал енді біреуі COVID-19 вирусын жұқтырған жанмен байланыста болған үшін уақытша шеттетілген. Алдағы уақытта міндетті түрде ұбт-ның жауап парағын толтыратын болады. Қалған 78 түлектің барлығы толықтай қатысып, арнайы бекітілген 4 аудиториядан табылды. Тестілеудің алғашқы күнінде өкінішке орай Қаракеңгір елді мекенінің бір оқушысы қатаң ережелерді сақтамауына байланысты ұбт-дан шеттетілді. Айта кетейік, Ұлытау ауданы бойынша жоғарғы көрсеткішке ие болғандардың да қарасы аз емес. Биылғы жылы нәтиже бойынша ең жоғарғы балл 135-ті құрап отыр. Көптің ішінен топ жарған нөмірі 1-ші Ұлытау орта мектебінің түлегі алтын белгі иегері Өтеш Тамирис Дулатқызы. Еркеназ Шоқан, Еркебұлан Бердібаев, арнайы ақшам жаңалықтары үшін. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Алда ауа райы болжамы және орыс тіліндегі жаңалықтар.